Kızғанша қоян ертегісі. Бір күні көңілді қоян әнін салып үйіне асықпай келе жатады. Келе жатып қоян жолдың жағасынан сәбіз тауып алады. Қоян қуанып кетіп, ой, қандай сәтті күн! Мен осы сәбізді көптен бері аңсап жүр едім. Алдымнан шыға келгені деп, қоян қуанып үйіне қарай жол тартады. Қоян үйіне жақындаған кезде, үйдің жанындағы көлден тағы бір қоянды көріп қалады. Ол қоянның қолында да сәбізі бар екен. Қоян, мына қоянда да менікіндей сәбіз бар екен. Ол бірақ менікінен үлкен ғой. Және менікінен дәмдірек сияқты дейді. Мен қандай бақытсыз едім деп қоянның іші қызғаныштан өртене бастайды. Жаңағы көлдегі қоянға: ей қоян, сәбіздерімізді ауыстырайықшы. Сен менің сәбізімді ал, мен сенің сәбізіңді аламын. Бірақ екінші қоян үндемейді. Өзі тәкаппар қоян екен деп қоян ашуланып, ызаланып суға сәбізімен бірге шөлп етіп секіріп кетеді. Қоянның қолындағы сәбізі су астына батып кетеді. Қоян судан жүзіп шығып жағаға. Үсті басы су болып, сәбізінен айырылып қалып жылай бастайды. Ой, неткен ақымақ едім. Ол менің судағы бейнем екен ғой. Бекерге сәбізімнен айырылдым. Енді бұдан былай өз затыма қанағат етемін. Қолдағы барыма риза боламын. Қоян солай жылап болып, бұл оқиғаның өзіне сабақ болғанын түсінеді. Үйіне қарай қайтадан көңілденіп, әнін айтып жол тартады.